Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ағзаға өте пайдалы, қолжетімді ингредиенттерден оңай және тез дайындалатын осындай сүзбелі құлақшалардың рецептісімен бөлісетін боламын. Арнама шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп пікір қалдырып қоңыраушаны белгілеуді ұмытпаңыз. Алдымен қажетті қоспаларды дайындап аламыз. Ыдысқа сүзбе, бөлме температурасындағы сары май және шекерді салып, біркелкі масса болғанша шанышқымен араластырамыз. Тұз қосамыз. Енді електен өткізген ұнға қопсытқыш араластырып, оны негізгі массамызға қосып, қамыр илейміз. Суаланы қалтаға орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Енді дайын болған қамырды 1 сантиметрдей жұқалықта жаямыз. Сосын өзімізге ыңғайлы ыдыс немесе форма алып, шеңбер етіп оямыз. Менде шеңбердің диаметрі 7-8 сантиметр болды. Қамырдың екі бетінде шекерге аунатып, видеода көрсеткендей етіп төртке бүктейміз. Мен құлақшаларды 160 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп алдым. Сіз өзіңіздің пешіңіздің қыздыру мүмкіндігін ескеріп пісіріңіз. Міне, біздің сүзбелі құлақшаларымыз да дайын болды. Міндетті түрде пісіріп көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Базила.